Палестина мен Израильдің арасындағы соғыс 7 қазаннан басталды. Күн тұтылу коридорына кіріп қойғаннан кейін сап ете қалды. Яғни бұл бір күнде болған жоқ. Жылдап жиналып, бұл кезең нәтиже көретін, яғни екі бағытта тұрып, жаңағы көшенің перекрестікте тұрамыз да, артымызда қабымыз бар, екі жақтың қаяғын таңдаймыз, соны шешетін кезеңіміз. Яғни бұл кезең бір күнде болмаған, жылдап жиналған. Соның шешімі шығып, бағыт таңдайтын уақытымыз болды. Ал арқамыздағы қапшығымыз ол жеке адамның өмірінен бастап мемлекетке дейін, бұл біздің жаңағы баратын бағытымызға апаратын өзіміз үшін құнды нәрсеміз. Ол біздің ақшамыз болуы мүмкін, қаржымыз, ол біздің энергиямыз, ресурсымыз болуы мүмкін, ол біздің қолымыздан келетін бір іс болуы мүмкін, ол біздің бір сұлулық, әдемілігіміз болуы мүмкін, немесе жаңағы елдерде болса бір дамыған экономикасы болуы мүмкін, немесе мықты қару-жарағы болуы мүмкін. Былайша айтқанда, адамдар өздеріне бір нақты жол таңдайтын кезең, күн тұтылудың бір ерекшелігі. Былайша айтқанда, күн дегеніміз ол лидерлер. Шекаралар сызылып, лидерлер анықталады. Енді ай тұтылу кезеңі ертең нақты 28-іне айдың толуы болады. Сол кезде шешімді шығатын кезең ең биік нүктесіне жетеді 21-22 қазанда. Дәл сол кезеңде біз жаңағы бір жаңалықтар еститін боламыз. Жеке өмірімізде де сондай. Және қоғамда, мемлекетте де сондай. Құпиялар, немесе жарияланбаған нәрселер, немесе бір тағы да бір төңкерістер, сондай бір нәрселерді еститін боламыз. Себебі бұл коридор, күн, ай тұтылар, яғни ең мықты кезеңдер жаңағы бағыт таңдайтын жеріміз. Ал 28 қазаннан ары қарай біз қай жолды таңдаймыз, сол жолмен жаңағы артымыздағы қапшығымызбен, яғни өзіміздің таңдаған құндылықтарымызбен бірге кетеміз. Сол жолды таңдаймыз. Енді мына тура Палестина мен Израильдің соғысына келсем, мен өзім жеке астролог ретінде, яғни олардың карталарын қарап отырып айтатыным, Израильдің өзі 14 мамырда, яғни 48 жылы тәуелсіздігін алған екен. Және бұл нағыз торпаққа жауап береді. Ал қазір торпақ белгісінде уран ғаламшары орналасқан. Уран ғаламшары ол қирату, жою, жаңашылдық дегенді білдіреді. Бұл бірінші жаңа касаниясы. Әлі тағы 3 мәрте болады. Астрологияда соғысқа, агрессияға, адам қанына, билікке, күш көрсетуге, жарақат алу, жеке адамның басы, өмірінен бастап қоғам, мемлекетке дейін Плутон ғаламшары жауап береді. Плутон ғаламшары қазір тура мемлекет және мемлекеттік құрылымдарға жауап беретін тау-ешкі белгісінде орналасқан жеке адам өмірінен бастап жаңағы жоғары қоғамға дейін. Енді тау-ешкі белгісінен су құйғышқа өтеді. Яғни өзінің шығатын кезеңдерінде дәл осындай дүмпулерді көбейтеді. Плутон ғаламшары тікелей агрессия, соғысқа жауап береді. Қаласаң да, қаламасаң да ол болатын, және адамдардың өмірі трансформацияланып, өзгеріп, басқа бір жүйелер, басқа бір құндылықтар пайда болу үшін жасалды. Яғни іріп шіріген дүниелер құру үшін, жаңа бір жүйелер, жаңа бір құрылымдар келу үшін. Яғни Плутон ғаламшары, былайша айтқанда, тазалық жұмысын жүргізіп жатыр. Күлін көкке ұшырады. Және біз бұдан дәл қазір құтыла аламыз деп айта алмаймын. Бұл 2026-ның көктеміне дейін ұласады. Яғни наурыз, мамыр айына дейін. 2026 жылға дейін. Мынау нақты Россия мен Украинаны алатын болсақ, бұлардың жаңа мундандық картасында қарайтын болсақ, Путиннің тағы да сайлауға түсіп, одан жеңетіні көрініп тұр. Себебі Плутон ғаламшарыменен, яғни билікпенен
өзінің Венерасы, яғни жарқырауы, өзіне деген сенімділігі нақты көрініп тұр, өзін жақсы сезінетінен. Былайша айтқанда, өзінің нақты жоспары, нақты бағыты бар, содан таймайды. Бұл дегеніміз Украинаның жеңілісін білдіреді. Және басқа да көмектесіп жатқан елдер көмектесу аясынан ары қарай аспайды. Яғни тоқетер айтары, Плутон ғаламшары қазір өмірімізге, яғни жеке адамдардың өміріне де әсер етіп жатыр. Сіздердің мысалы қазір Плутон ғаламшары қай карталарыңыздың қай саласында жүріп жатыр, сол жерде көптеген қиыншылықтар болады. Сіздерде болып жатыр өмірлеріңіз. Әсіресе мына тау ешкі белгілері 20 жыл бойы сіздердің белгілеріңізде болды. Көп қиындықтар өткіздіңіздер.